أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah Tağala'nın қалауымен имам Науауидің, Алла ол кісінің рахымына бөлесін, Әл-Әзкар кітабы бойынша өтіп жатқан дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Иншаллах бүгінгі дәрістен кейін келесі дәрісті Алла насіп етсе Рамазан айынан кейін жалғастыратын боламыз. Біз сіздермен Әл-Әзкар кітабының Бабул қираати ба'да таууз, яғни Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтқаннан кейінгі қырағат бабы деген тақырыпқа келдік. Имам Науауи рахмахуллах айтады: "И'лам анна al-qira'ata wajibatun fi as-salati bil-ijma' ma'a an-nusus al-mutadhahira, wa madhhabuna wa madhhabu al-jumhur anna qira'ata al-Fatihati wajibatun la yujzi'u ghayruha liman qadara 'alayha." İmam Navavi rahimahullah айтады: "Bil anna al-qira'ata wajibatun fi as-salah." Namazda qira'at etу ijma'пен, яғни бүкіл ғұламалардың бір ауыздан келісуімен, және ma'an nusus al-mutadhahira, яғни соған қатысты келген дәлелдер де бар. Сонымен жалпы намаздағы қырағат уәжіп дейді. Намаздағы қырағат уәжіп. Ва мазхабуна ва мазхабул жумхур, біздің мазхабымыз және жумхур ғұламалардың мазхабы дейді. Анна қираат ал-фатихати уәжиба, фатиханы оқу уәжіп дейді. Уәжіп ла юджзиу ғайруха лиман қадара алейха, кімнің шамасы келсе оқуға, кімнің шамасы келсе оқуға, онда басқасын оқуына болмайды. Яғни фатиханың орнын басқасы баспайды дейді. Енді бұл жерде білу керек болған бір нәрсе, жалпы Ханафи мазхабынан басқа Малики, Шафиғи және Хамбали мазхабтарында уәжіп пен парыз бір. Бізде уәжіп бөлек, парыз бөлек. Оларда уәжіп пен парыз бір. Ол кісі бұл жерде намаздың парызы және парыз дегенде де жалпы рукн мағынасында айтып жатыр. Қырағат, намазда қырағат қылу бұл уәжіп дейді. Яғни парыз, қырағатсыз намаз жоқ. Бұл мәселеде ғұламалардың арасында иджма бар. Біздің мазхабымыздың ғұламалары қырағат не дейді? Қырағатты намаздың шарттарына кіргізеді. 12 шарт деп жаттағанбыз ғой. Соның ішінде қырағат бар. Біздің мазхабымыз және жумхурдың мазхабы дейді. Жумхур дегенде бұл жерде жалпы негізі фиқх кітаптарына жумхур деген кезде 3 мазхаб айтылады. Егер бір мазхаб бөлініп шығып, басқа мазхабтар бір көзқараста болатын болса, онда жумхур ғұламалар мынандай деген деп айтады. Жумхур ғұламалар деп. Бұл жерде енді имам Науауи рахмахуллах айтып жатыр, біздің мазхабымыз және жумхурдың мазхабы фатиха уәжіп дейді. Фатиханы оқу уәжіп. Кімнің шамасы келіп тұрса, басқасын оқуына болмайды дейді. Кімнің шамасы келіп тұрса, басқасын оқуына болмайды. Енді бұл жердегі уәжіп сөзі қазір мен айтып кеткендей, яғни парыз мағынасында. Онсыз намаз дұрыс емес деп жатыр. Фатихасыз намаз дұрыс емес деп жатыр. Ал енді біздің мазхабта фатиха уәжіп болып есептеледі. Яғни біздің мазхабтың терминіндегі уәжіп.
қырағат қылу рукн, ал бірақ нақты фатиханы оқу бұл рукн емес, уәжіп болып есептеледі. Егер әдейілеп тастап кетпесе, саху сәждесін жасайтын болса, намазы дұрыс болып есептеледі. Ал басқа мазхабтарда намазы дұрыс емес. Біз мазхабта намазы егер әдейілеп тастап кетпесе, намазы дұрыс. Саху сәждесін жасаса, орнын былайша айтқанда толтырады. Имам Науави рахматуллахи айтады: "Лил хадиси ссахихи анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب." Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сахих хадис келген дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам фатиха оқылмаған намаз дұрыс емес деп айтқан дейді. Хадисті раваху ибн Хузаймата ва Абу Хатим ибн Хиббана بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح وحكما بصحته. бұл хадисті Ибн Хузайма мен Абу Хатим ибн Хиббана риуаят еткен дейді. Ибн Хиббана бикасрил ха дейді, яғни хаббан емес, хуббан емес, хиббан дейді. Бикасрил ха, ханы ха кәсірамен дейді. Екеуі сахиханда, яғни имам Ибн Хузайманың сахих деген кітабы бар, имам Ибн Хиббанның сахих деген кітабы бар. Екеуі сол кітаптарында сахих снадпен риуаят еткен, ва хакама бисаххати, және ол хадисті сахих деп айтқан дейді. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. және Бухари мен Муслимде Фатихатул китаб дегені, яғни Фатиха суресі, Фатиха сүресінсіз намаз жоқ деп айтқан дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді біздің ғұламаларымыз бұған қатысты ла салата дегенде, яғни ла салата камила, кәміл намаз жоқ деп түсіндіреді. Бұлар дұрыс намаз жоқ деп түсіндірсе, біздің ғұламалар оны кәміл намаз жоқ деп түсіндіреді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадис бар: ла салата ли жарил масджид илля фил масджид. Яғни мешіттің көршісіне намаз жоқ, тек қана мешітте ғана намаз бар оған дейді. Яғни үйінде намаз жоқ деген мағынада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Енді оған қатысты ғұламалар айтады, оның намазының сауабы толық емес дейді. Яғни бұл жерде мешіттің көршісіне намаз жоқ деген сөздің мағынасы толық намаз жоқ деген мағынаны білдіреді дейді. Сол сияқты бұл жерде де сондай мағынада дейді. Және Құранда Алла тағала фақрау ма таяссара минал Құран, яғни Құраннан шамаларын келген оқыңдар деп айтқан дейді. Шамаларын келген оқыңдар деп айтқан деп біздің ғұламаларымыз бұны жалпы рукнге жатқызбайды. Жалпы, яғни Фатиханы білетін адам Фатиханы оқуы керек. Бізде де оны әдейілеп тастауға болмайды. Мәселе тек қана оның үкімінде. Яғни ұмытып тастап кеткен күнде қандай болады деген мәселеде ғана Ханафи мазхабында айырмашылық бар. Ал бірақ негізінде біздің мазхабта да Фатихасыз намаз оқуға болмайды. وتجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة. және بسم الله الرحمن الرحيم оқу міндетті дейді. Ол Фатиханың бас жағынан толық бір аят болып есептеледі дейді. Фатиханың бас жағындағы толық бір аят болып есептеледі дейді. Бұл мәселені біз өткен дәрістерде айтып кеткенбіз. Жалпы біздің ғұламаларымыз Бисмиллахир-рахманир-рахим сүрелерді бастау үшін түсірілген аят, бірақ әр сүренің және соның ішінде Фатиханың бірінші аяты емес дейді. Фатиханың бірінші аяты емес. Бұлар енді Фатиханың бірінші аяты деп қарастырады. Ол мәселеге біз өткен дәрістерде тоқталып айтып кеткен болатынбыз. وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها وهي 14 تشديدة. және Фатиха сүресін бүкіл шаддаларымен оқу керек дейді. Бүкіл шаддаларымен оқу керек. 14 шадда бар дейді. ثلاث في البسملة, үшеуі бисмиллада, والباقي بعدها, қалғандары кейін, яғни
Фатиха сүресіндегі аяттарда. فَإِنْ أَخَلَّ بِتَشْدِيدَةٍ وَاحِدَةٍ بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ. Егер бір шадданы дұрыс оқымаса, дұрыс айтпаса, шадданы тастап кететін болса, онда оның намазы бұзылады деді. Намазы бұзылады. Яғни, жалпы намазға адам сондай бір жауапкершілікті сезініп кіруі керек. Намазда оқылатын аяттарын, оқитын аяттарын, және бағанағы салауат бар, тәшәһүд бар, барлығын дұрыстап, жаттап, қатесі жаттауы керек. Имам Науави рахмаулла айтып жатыр, егер қате кететін болса, намазы дұрыс болмайды деді. Өкінішке қарай, кейде кейбір адамдардың артына тұрып қалсаң, фатиха оқыған кезде фатихасынан сұмдық қателер шығады. Ол намазына нұқсан келтіреді. Намазға нұқсан келтіреді, яғни намазына зиянын тигізеді. ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته ويعذر في السكوت بقدر التنفس. Және Фатиха сүресін оқыған кезде оны аяттардың орнын шатастырмастан рет-ретмен оқуы керек дейді. Және мутауалия дейді. Мутауалия деген яғни арасын ұзақ үзбей, пауза ұзақ болып кетпеу керек дейді. فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهَا. Егер реттілікті аяттардың сандарындағы реттілікті тастайтын болса, немесе артын оқуды, яғни арасын ұзақ үзбей оқуды тастайтын болса, оның қырағаты дұрыс болмайды дейді. وَيُعْذَرُ فِي السُّكُوتِ بِقَدْرِ التَّنَفُّسِ. Бірақ дем алу мөлшерінде үндемей тұруға рұқсат дейді. Фатиханы әр аяттың арасында мысалы тоқтап дем алу, бұл әлгі ұзақ үзіліс болып есептелмейді. ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه أو سأل الرحمة أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. Егер имамға үйуші адам имаммен бірге тилауат сәждесін жасаса дейді. Яғни бұл мәселе жалпы енді Шафиғи мазхабына қатысты мәселе. Өйткені Шафиғи мазхабында имамда фатиханы оқиды, артындағы үйуші да фатиханы оқиды. Біздің мазхабта олай емес. Біздің мазхабта қырағатты имамға тапсырады. Және Құранда Алла тағала وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Құран оқылса, оны тыңдаңдар және үндемеңдер дейді. Яғни Құран оқылған кезде үндемей тыңдау керек, тұрып Құранды тыңдау керек. Енді бұл жария намаздарда. Жария намаздарда имам Құран оқып жатқан кезде сізде екі міндет бар. Бірі фастамиу лаху, оны тыңдаңдар, екіншісі уанситу, үндемеңдер деген. Ал енді бағанағы іштен оқылатын намаздарда ше, бесінде, екінтіде, ол жерде қалай болады? Алла тағала Құран оқылса, оны тыңдаңдар және үндемеңдер деді. Енді имам Құранды сырттай оқып жатқан кезде, жария оқып жатқан кезде, қазір айтып кеткенде сізде екі міндет бар. Бірі имамның қырағатын тыңдау, оқып жатқан Құранды тыңдау, екіншісі үндемей тұру. Ал ішінен оқып жатқан кезде сіз білесіз оны Құран оқып жатқанын. Оны тыңдай алмайсыз, неге? Өйткені ол ішінен оқып жатыр. Бірақ екінші міндет бар, ол анситу, үндемей тұрыңдар деген. Тыңдай алатын кезде, яғни дауысы шығып тұрған кезде, сіз екеуін бірдей орындайсыз. Үндемеу және тыңдау. Ал енді тыңдай алмайтын кезде, бесінде іштен оқып жатыр, сіз ол кезде екінші міндетті оқисыз, орындайсыз, ол үндемей тұру. Бұл Шафиғи мазхабында имамда фатиханы оқиды, одан кейін артындағы үйіп тұрғанда фатиханы оқиды. Оларды жалпы имамның намазымен
үй үшін намазы бұл тек қана әрекетінде ғана бір болып есептеледі, ал негізі әрқайсысының өзінің намазы бөлек намаз болып есептеледі. Қалайша? Мысалы, ол келеді де имамның артына үйіп тұрып, мысалы, 2 ракат немесе 4 ракат намазды оқып жатыр имам. Оларда намазды біріктіріп оқуға болады, білесіздер. Намазды біріктіріп оқуға болады. Енді бір 5-ді оқымай, сапарда болып, өзінің уақытында оқымай, 2-ті намазы кірген кезде 2-тімен бірге қосып оқимын деген Шафиғи мазхабының адамы, мысалы, мешітке кірсе, имам 2-ті намазына шықса, ол артынан үйді да 5 намазын ниет етіп қосыла береді. 5 намазын ниет етіп қосыла береді. Сөйтіп оқып болғаннан кейін тұрады да 2-ті намазына ниет етіп оны оқып алады. Біздің мазхабта имам мен артындағы үй үшін намазы бір намаз болу керек. Яғни әлгі 2-ті оқып жатқан адамға 5-ді оқитын адамның үйуына болмайды. Немесе керісінше. Екеуінің намазы бір намаз болу керек. Демек бізде жалпы намаз бір, сол үшін ол бір намаз болғандықтан да әлгі имамның қырағаты, ол артында үйіп тұрған адамның қырағаты, оны тыңдайды, үндемей тұрады. Ал бұл басқа мазхабтарда мәселе басқаша. Соның ішінде ең ауыры бұл мәселеде, қырағат мәселесінде Шафиғи мазхабы. Оларда имам фатиханы оқып жатқан кезде артындағы адам да фатиханы оқу керек. Фатиханы оқу керек. Және фатиханы ол имам үндемей қалған кезде фатиханы сен оқып аласың дейді. Одан кейін оқыған кезде, ол тоқтап қалған кезде сен оқып аласың дейді. Осындай шарттарды қояды. Ал Малики мазхабында мысалы, имам сырттан оқыса, тыңдап тұрасың, үндемейсің, оқымайсың дейді. Іштен оқитын болса, сен де іштей оқисың дейді. Ал Шафиғи мазхабында кез келген жағдайда қырағат жасауың керек. Енді бір адам, Шафиғи мазхабының адамы келді да намазға тұрды. Кешігіп келген. Имам фатиханы оқып қойды да, артындағы зам суре дейміз ғой біз, сол зам сурені оқып жатыр. Сол кезде Шафиғи мазхабының адамы кіріп намазға кірді да, енді фатиханы оқып жатыр еді. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим деп жатыр еді. Имам сәжде аятын оқыды да, сөйтіп сәждеге кетті. Сол кезде бұл не істейді? Бірге, имаммен бірге сәждеге кетеді. Соны имам Науави айтып жатыр. Валау саджадал маъмуму ма'ал имами литтилава. Егер имамға үйуші адам имаммен бірге сәждеге кетсе дейді, сәжде аятын оқыған кезде. Ау сами'a ta'минал имами фа'аммана ли ta'миnih. Немесе имамның әмин деген естіп, артынан бұл да әмин десе дейді. Фатихада. Ау са'алар рахмата. Немесе имам мысалы мейірімділік аяттарын оқып жатыр. Мейірімділікке қатысты аяттарды оқып жатыр. Бұл намазға кірді. Фатиханы бастап жатыр еді. Имам әлгі аятты оқыған кезде ол Алладан мейірім сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жайында айтылады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран оқыған кезде мейірім жайында, Алланың мейірімі жайында аяттар оқылған кезде Алладан мейірім сұрайтын дейді. Және азап аяттар оқылған кезде Алла тағаладан сол азаптан сақтауын сұрайтын еді дейді. Тәсбих аяттар өткен кезде Аллаға тәсбих айтатын дейді. Яғни былайша айтқанда сол аятпен реакцияға түсетін. Енді мына жерде имам Науави айтып жатыр. Енді сол үйуш адам келіп, имам сәжде кеткен үшін сәждеге кетсе, имам әмин деген үшін әмин десе, немесе имам сондай Алланың мейірімі, рахымы жайындағы аяттарды оқып жатқандықтан Алладан мейірімін, рахымын сұраса, ау истааза минан нари лиқираати ал-имами ма яқтади залик. Және истааза минан нар, тозақтан сақта деп Алла тағаладан сұраса дейді. Имам тозақ жайында аяттарды оқып жатыр. Бұл Алла тағала мен тозақ отынан сақта деп былайша айтқанда арабша дұғаны айтты. Уал маъмуму фи аснаил фатиха. Осының барлығы сол арттан үйіп жатқан адам фатиханы оқитын кезде болса дейді, лам танқати қираатуху ала асаххил вajhayn. Дұрысырағы оның қырағаты үзіліп қалмайды дейді.
лианнаху ма'зур, өйткені ол үзірлі дейді. Бұл сөзді не үшін айтып жатыр? Алдында имам Науаи айтып жатыр ғой, ұзақ пауза болмау керек дейді. Аяттардың арасында ұзақ пауза болмау керек дейді. Үзіліс ұзақ болмау керек дейді. Ал енді мына жерде ол үзіліс жасап жатыр ғой. Сәждеге кетті, сәждеден тұрды, мейірім аяттарын оқыған кезде бұл Алладан мейірімін сұрады. Тозақ аяттар оқылған кезде Алла тағаладан тозақтан қорға деп сұрады. Мұның барлығы фатихасын үзіп жатыр. Ол фатиханы оқу керек. Имам Науаи айтып жатыр, дұрысырағы дейді, оның қырағаты үзіліп қалмайды дейді, өйткені ол үзірлі дейді бұл жерде. Яғни паузасы ұзақтау болып қалса да, мысалы имам сәждеге кетті де, сәждеде ұзақ жатып қалды. Сәждеде ұзақ жатып қалды, әлгі тилауат сәждесінде. Соның өзінде де оның қырағаты үзіліп қалған болып есептелмейді, өйткені бұл жерде үзірлі жағдай дейді. Яғни бұл мәселе жалпы кімдерге қатысты? Шафиғи мазхабына қатысты. Енді имам Науаи рахмаулла шафиғи болғандықтан да шафиғи мазхабының үкімін түсіндіріп жатыр. Түсінікті ғой айтқан мәселе. Келесі фасл дейді, яғни кішігірім тақырып осы жалпы қырағатқа қатысты. Фаслун фи хукми салати ман лахина, немесе лахана фил фатиха. Енді фатихада қателескен, фатиханы сондай бір тәжуидтік қатемен оқыған адамның үкімі. فإن لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى بطلت صلاته. Егер фатиханы оқыған кезде мағынасын өзгертіп жіберетіндей қате жасайтын болса, намазы бұзылады дейді. وإن لم يحيل المعنى صحت قراءته. Егер мағынасын өзгертпейтін болса дейді, онда қырағаты дұрыс болып есептеледі. فالذي يحيله مثل أن يقول أنعمت أنعمتي بضم التاء أو كسرها. Мысалы, намаздың мағынасын бұзатын нәрселердің бірі, أنعمت деген фатхамен келген та әрпін даммамен немесе кәсрамен айтса дейді. أنعمت деп немесе أنعمتي деп айтатын болса, бұл мағынасын өзгертеді, ол адамның намазы бұзылады. أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف. Немесе إياك نعبد деген аятты إياك نعبد деп кәсра беріп оқитын болса кафқа, ол да мағынасын бұзады. Себебі إياки деген, яғни былайша айтқанда әйел адамға арналатын нәрсе. إياك نعبد деп, яғни сіз бір әйел женский род болған нәрсеге біз саған табынамыз деп айтып жатырсың. Алла тағалаға олай хитап жасалмайды. Алла тағала жалпы еркекте емес, әйелде емес. Алла тағала ондай нәрсенің бәрінен пәк, бірақ Алла тағалаға ондай женский родпен, былайша айтқанда, араб тілінде женский род, мужской род деген бар. Бізде жоқ қой, біздің тілде, бірақ басқа тілдерде бар. Араб тілінде женский род, мужской род деген өте сондай бір. Басқа тілдерде кірмейтін жерде де кіріп кете береді. Мысалы, орыс тілінде немесе қазақ тілінде бәрінде сен десе, сен деп бір сөз айтылатын болса, орыстарда да мысалы женский род, мужской род бар, бірақ ты деп айтады. Ал арабтарда әнта, әнти дейді. Әнта еркекке айтылса, әнти әйелге айтылады. Мысалы, ани, олар деген. Арабтар, орыстарда мысалы бәрі бірге. Ани десе, арабтарда оны хум, хунна, яғни бөлінеді. Осылайша көп жерде бөлінеді. Көп жерде бөлінеді. Енді орыс тілінде мысалы тек қана жекеше түрде байқалса, араб тілінде ол жекеше түрде де, және араб тілінде екілік бар. Мысалы бізде сен немесе сіз, сіздер десек, араб тілінде сен, сен екеуің және сендер деген сөз бар. Әнта, әнтума, сен екеуің, әнтум, сендер. Соның барлығында не білінеді? Әлгі мужской род, женский род болып бөлінеді. Глагол келген кезде, етістік келген кезде. Енді егер осы аятта ияки деп оқитын болсаң, намазың бұзылады. وَالَّذِي لَا يُحِيلُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ
Rabbul Alamин bi dammil ba'i ау фатхиха. Ал мағынасын бұзбайтынға мысал ретінде келтіріп жатыр. Rabbil Alamин ғой, Alhamdulillахи Rabbil Alamин. Егер соны Rabbul Alamин деп, немесе Rabbal Alamин деп оқитын болса, ол мағынасын бұзбайды дейді. Ол мағынасын бұзбайды. Мағынасын бұзбайды. Alhamdulillахи Rabbul Alamин деп оқитын болса, бұны ғұламалар жалпы Rabbul Alamин деген бұл жерде хабар ли мубтадаин махзуф деді. Яғни махзуф болған мубтаданың хабар деді. Яғни Alhamdulillахи хуа Rabbul Alamин деген мағынада деді. Жалпы нахуға қатысты мәселе. Яғни мағынасы бұзылмайды. Бір қисық мағына шықпайды. Оны басқаша тәпсірлеп алуға болады. Alhamdulillахи Rabbul Alamин деп оқитын болса, немесе Alhamdulillахи Rabbal Alamин десе, яғни Alhamdulillахи Rabbal Alamин деген кезде Alhamdulillахи A'ни Rabbal Alamин деген сондай мағына береді. Оның мағынасы бұзылмайды. Ау яқула наста'ини би фатхи нуни тhaniyati ау касриха. Енді наста'ину деген, білесіз, ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Біз тоқтаймыз әдетте, бірақ ол жерде соңғы нунда не тұр? Дамма тұр. Егер жалғастырып оқитын болсаңыз, ияка нa'буду ва ияка наста'ину динас сиратал мустақим деп даммамен оқисыз. Енді сол дамманың орнына фатха қойсаңыз, немесе кәсіра қоятын болсаңыз, оның мағынасы бұзылмайды дейді. Мағынасы бұзылмайды. وَلَوْ قَالَ وَلَا الظَّالِّينَ بِالظَّاءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ. Егер وَلَا الظَّالِّينَ дегенде даның орнына ظа деп оқитын болса дейді. Біз та ظа дейміз ғой. Та ظа әлге неге ұқсайтын? Суда жүретін не еді? Парус, иә. Та ظа. Соны ظамен оқитын болса дейді, даттың орнына баталат салатуху аля арджахил важхайн. Дұрысырақ, енді бұл жерде екі түрлі көзқарас бар дейді, дұрысырағы бұзылады дейді. Илля яджиза ау яджаза ани дади бa'да тааллуми фаю'дар. Бірақ енді қанша үйреткеннен кейін де тілі келмесе, ол кезде үзірлі болады дейді. Қанша үйреткеннен кейін де, яғни ол ұстаздың алдында отырып, дадын қанша дұрыстаса да шықпады. Мысалы, кейбір әріптер шықпайды. Ол жастың келуімен болуы мүмкін, бағын тілі қатып қалған, немесе тістің жартысы жоқ. Мысалы, кейбір әріптер бағынағы тіске де байланысты ғой. Сол себепті шықпай жатыр. Сол кезде, яғни ол үзірлі болады дейді. Сол кезде үзірлі болады. Енді бұл мәселеде имам Навауи рахмахулла екі түрлі көзқарас бар дейді, жалпы аля арджахил важхайн. Яғни екі түрлі көзқарастың дұрысырағы бойынша намазы бұзылады деп жатыр. Имам Ибн Касир рахмахулла осы Фатиха сүресінің тәпсірінде бұл әріпте қателесу көп болғандықтан да, адамдардың арасында жалпы енді үзірлі жағдай болғандықтан да, иншалла намазы дұрыс деген көзқарасты айтады. Имам Ибн Касирде Шафиғи мазхабының ғалымы. Ол кісі екінші көзқарасты айтып жатыр. Енді кейбір елдерді қарайтын болсаңыз, мысалы, егер Саудияға барсаңыз, бұрынғы уақытта әсіресе мен көп байқайтын едім соны. Имамдарының, тіпті харам мешітінде имамдыққа шығатын имамдардың көбісі «Валя заллин» деп оқитын еді. Және кейбір елдер бар, сол елдерде кәдімгідей датты «ва» деп оқиды. Бұл негізі қате. Бұл негізінде қате. Енді бұл датты шығару қиын болғандықтан да үзірлі жағдай болып есептеледі дейді имам Ибн Касир рахмахулла. Бірақ негізі жалпы Фатиханы дұрыс оқуды үйрену керек. Имамның алдына отырып, ұстаздың алдына отырып, әйтеуір қырағатыңызды дұрыстап алыңыз. Бізде кейбіреулер кириллицадан жаттап алады да, сонымен ары қарай көңілі жай барақат жүре береді. Түзетейін, дұрыстайын, бұл намаздағы талаптардың бірі деген ой келмейді.
Бұл намазға деген немқұрайлық. Енді бүкіл Құраныңды дұрыстауға мүмкіндігің болмаса да, бірақ намаздың ішінде оқитын Құраныңды дұрыстап алуың керек. Өйткені білесіздер, намаз бұл Алла тағаланың адамнан ең бірінші талап ететін құлшылығы. Енді фаслун фи ман лам юхсин қираат ал-фатиха. Фатиханы оқи алмаған адамға қатысты, оқуды білмейтін адамға қатысты деп имам Науауи рахмаулла тағы бір кішкене тақырыпша қойып жатыр. فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها. Егер фатиханы білмесе дейді. Фатиханы білмесе, онда соның мөлшерінде басқасын оқиды дейді. Басқа бір аятты оқиды дейді. فإن لم يحسن شيئا من القرآن. Егер Құраннан еш нәрсе жаттамаған болса, أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة. Онда Субханалла бағанағы тәхлил, ла иляха иллалла деген сияқты, сол екеуі сияқты осындай бір зікірлерді Фатиханың мөлшерінде айтады дейді. Фатиханың мөлшерінде орнына зікір айтады дейді. Егер басқасын, Құраннан еш нәрсе жаттамаған болса. فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم. Енді зікір де білмесе, Құран да білмесе, үйренуге уақыт аз. Мысалы, біреу келді, мен намаз бастағым келеді деді. Мен намаз бастағым келеді деп сізге айтты. Сол уақытта сіздің телефоныңыз Аллаху акбар деп намаздың уақытын кіргенін білдірді. Намаз оқу керек. Немесе енді ол емес, басқаша келтірек. Мысалда, сіз намазды кешігіп оқып жатырсыз, намаздың уақыты шығып кетейін деп тұр. Азғантай уақыт қалды. Әлгі адам сізге келді, мен намаз оқығым келеді деді. Дәрет алуға уақыт жетеді. Сіз бірден оған бауырым, мына приложенияларды скачать етіп ал, ана жерде мешіттің жанында намаз оқығым келеді деген кітап тұр, соны сатып ал, үйреніп ертең кел деп айтпайсың. Болмайды ол айтуға. Жүр дейсің де, дәрет алдырасың, сөйтесің де әкеліп жаныңа тұрғызып намаз оқытасың. Имам Науауи айтып жатыр, егер Құран да білмесе, зікір де білмесе, үйренуге уақыт тар болса дейді. Уақыт қашан тар болады? Намаздың уақыты шығып кетейін деп жатқан кезде тар болады. Болмаса, егер сен ертең үйреніп кел, бір аптадан кейін кел дейтін болсаң, уақыт тар емес ол кезде. Уақыт қашан тар болады? Уақыт шығып кетейін деп жатқан кезде. Онда не істейді дейді? Ондай кезде вақафа биқадрил қираа. Қырағат мөлшерінде үндемей тұрады дейді. Аллаху акбар деп намазға кіреді де, сөйтіп сол қырағат мөлшерінде үндемей тұрады дейді. Демек, сіз оны жібермейсіз. Бірден алып келіп, жаныңызға тұрғызып, намаз оқытасыз. Еш нәрсе білмесе де, ол намаз оқуы керек. Намаз оқуы керек. Яғни, еш нәрсе білмеген адамға да намаздың оқуы не болады? Міндетті болады. Ешкім намазды тастауға үзірлі емес. Намазды тастауға үзірлі емес. Намаз бұл ешқандай жағдайда адамның мойнынан түспейтін құлшылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұрып оқи алмасаң, отырып оқи алмасаң, жатып оқы деді. Отырып оқи алмасаң, жатып оқы деді. Құранда Алла тағала фаин хифтум фарижалан ау рукбана дейді. Хафизу аля салауати ва салати л-уста. Намаздарыңа бекем болыңдар, ортаңғы намазға бекем болыңдар дейді. Енді ортаңғы намаз қай намаз дегенге қатысты ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Біраз ғұламалар екінті намаз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кім екінті намазын әдейілеп қаза қылатын болса, амалдары күйіп кетеді дейді. Және Алла тағала келесі аятта айтады: "Фаин хифтум фарижалан ау рукбана." Егер қорықсаңдар дейді. Яғни, мысалы сондай жағдай. Сен соғыстасың, немесе артыңнан дұшпан қуып келіп жатыр. Ол кезде фарижала дейді. Аттың үстінде болсаң, аттың үстінде оқы. Жаяу болсаң, жаяу оқы дейді. Рижалан деген жаяу, фарижалан жаяу. Яғни, кетіп бара жатып, намазыңды оқып кете бер дейді. Тұрып, руку сәжде жасай алмасаң да, кетіп бара жатып болса да намазыңды оқи бер дейді.
рукбана, немесе көліктің үстінде оқып кете бер дейді. Негізінде білесіздер, парызды мүмкіндік болса көлікті тоқтатып, кәдімгі қыблаға қарап тұрып оқу керек. Демек, өзірлі жағдайда сондай формада да намазды оқи бересіз. Намаз адамның мойнынан түспейді. Намаз бұл бірінші құлшылық. Енді бір өкініштісі, білмеймін енді, намаздың әрбір адамға парыз екенін білмейме, қалай айтып жатқанын кейбіреулер, діни қызметте жүрген кейбір адамдар, халық бірыңғай намаз оқып кетпеу керек деген осындай нәрсені айтып жатыр. Алла тағала әрбір адамға намаз міндетті деп жатыр. Намаз фард айн, яғни әрбір адамға жеке-жеке міндетті. Бізде білесіздер, фард айн, фард кифая деген бар. Фард айн дегеніміз әрбір адамға жеке-жеке міндетті болған құлшылық. Фард кифая деген бір топ мұсылмандар орындайтын болса, қалғандардың мойнынан түседі. Мысалы, біреу қайтыс болды, жаназасын шығару керек. Мұсылмандардың бәрі тастап қоятын болса, бәрі күнәһар болады. Бірақ арасынан бір топ шығып, арулап, жуып, жаназасын оқып жерлейтін болса, қалғандардың мойнынан түседі ол міндет. Оны фард кифая дейді. Ал намаз болса фард айн. Яғни әрбір адамға жеке-жеке парыз. Әрбір адам жеке-жеке намаз оқуы керек. Ал енді қазір қияметтің белгісі шығар ол да. Біреулер шығып, халық бірыңғай намаз оқып кетпеу керек дейді. Қалай Құдай саған намаз оқы деп тұр, әрбір адам намаз оқу керек деп тұр, сен болсаң бірыңғай намаз оқып кетпеу керек дейсің. Алла сақтасын. Уақафа биқадри ал-қираати сумма ярка. Яғни қырағат мөлшерінде тұрады, кейін руку жасайды дейді. Ва туджзиуху салатуху иллам якун фаррата фит тааллум. Және бұл намаз дұрыс болып есептеледі, егер үйренуге мүмкіндігі бола тұра, үйренбеген болмаса дейді. Егер үйренуге мүмкіндігі болған, үйренуге мүмкіндігі болды, жетті, бірақ сонда да үйренбей жүрді, еш нәрсе білмеймін деп намазға тұратын болса, имам Науави айтады, фа ин кана фаррата ваджабатил иада. Егер мүмкіндігі бола тұра үйренбеген болса, онда енді ол намазды бәрі оқу керек. Неге? Өйткені уақыты кірген намаз оқылу керек. Уақыты кірген намаз оқылуы керек. Бірақ қазасын оқиды дейді. Қазасын оқиды. Егер еш нәрсе білмейді, фатиханы да білмейді, зікірлерді де білмейді, еш нәрсе білмейді, және үйренуге мүмкіндігі болды, солай бола тұра үйренбеді, намазын оқиды, бірақ қазасын өтейді дейді. وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة. Енді не болғанда дейді, қашан үйренуге мүмкіндік болса, фатиханы үйренуі керек дейді. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية. Енді біреу фатиханың мысалы аудармасын біледі. Фатиханың өзін емес. فلا يجوز له قراءتها بالعجمية. Онда басқа тілде фатиханы оқуға болмайды дейді. Яғни мысалы біреулер болады, тәпсір немесе Құран аудармасын қайта-қайта оқи беріп жаттап алған. Көптеген аяттардың мағынасын жаттап алған. Сондай кісілерді көрдік. Ол бетіп сөйлейді мысалы. Алла тағала 10-ші сүре 12-ші аятта айтады дейді. Немесе мынаншасы сүре мынаншасы бағанағы аяттың номерін айтады. Әбден оқи бергеннен жатталып қалған. Енді біреу солай мағынасын білсе, бірақ Құран өзін араб тілінде оқи алмаса, онда басқа тілде оқуға болмайды дейді. Яғни мен әлі үйренген жоқпын ғой деп кіріп, Аллаху акбар деп намазға кіріп, әлемдердің Раббысы, Аллаға мақтаулар болсын, ол мейірімді, рахымды, қиямет күнінің патшасы деп оқуға бола ма? Болмайды олай оқуға. Басқа тілде оқуға болмайды. Бәл хуа ажиз фаяти бил бадали ала ма закарна. Яғни шамасы келмесе, онда басында имам Науави айтып кетті ғой. Құраннан басқа бір аятты оқиды, басқа бір аятты білмесе, онда не істейді? Онда соның мөлшерінде зікір айтады деді. Соның мөлшерінде зікір айтады. Ал бірақ аудармасын, яғни басқа тілде намаз оқуға болмайды. Сол үшін де бізде жалпы намазда басқа тілді қолдануға болмайды.
әсіресе ханафи мазhabында басқа тілде қолдануға болмайды. Нәфіл намазда болсын, парыз намазда болсын, әлгі нәфіл намазда сәжде жатып ұзағынан дұға жасағыңыз келсе де, оны араб тілінде жасауыңыз керек. Және ол дұғаңыз әлгі дүниенің сөзіне ұқсайтын болмау керек. Дүниенің сөзіне ұқсайтын болмау керек. Бағанағы сәжде жатып алып, Алла тағала ертең өтетін бағанағы тендерді маған жеңіп бер, басқа сондай сияқты ондай дүниелік, жаңа шығып жатқан мынандай маркалы машинаны, объем 3/5 маған нәсіп ет деген сияқты ондай дұғалар намазда жасалмайды. Намазда дүние ақиреттің ізгілігін Алла тағаладан сұрайсыз. Қазір кейбір қазақша уағыздар жүр ғой. Умрада бір жігіт айтып жатыр, сөйтіп гид жандағыларға сәждеде қазақша сұрай бер деп. Жоқ, сәждеде де, қай жерде де, бәрінде дұғада арабша жасалу керек. Жалпы намазда басқа тілді пайдалануға болмайды. Одан кейінгі тақырып бұл сүреге қатысты екен, фатихадан кейінгі. Енді Алла нәсіп етсе, оны бұйырса Рамазаннан кейін үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.